көсем дәуірі телесериалдың жарық көргеніне көрермендердің көзайымына айналғанына 10 жылдың көлемі болған екен. Осы уақыт аралығында телесериал актерлерінің қалай өзгергенін бірге тамашалайық. Халид Эргенч. Бұл актер қазірде де түрік сериалдарында сұранысқа ие. 2020 жылы Вавилон сериалында белсенді рөл атқарып жүр. Окан Ялабык. Жанкүйерлер бұл актердің сыртқы келбетіне қатты алаңдаулы. Ол артық салмақ жинап, тартымсыз күйге айналған. 2018 жылы оның қатысуымен қорғаушы сериалы шыққан болатын. Мерием Үзерли. Мерием пластикалық операция жасатып, онысы сәтсіз шыққаны көрініп тұрған болар. Оның ең сәтті сериалы болып Ғаламат ғасыр көсем дәуірі болып қала бермек. Пелин Қарахан. Сұлтан Сулейманның қызының рөлін атқарған Пелин Қарахан өзінің мәнсабына үзіліс жариялап, барлық уақытын өзінің жанұясы мен балаларына арнап жатыр. Бірақ зайырлы шараларда да бой көрсетуді ұмытпайды. Бурак Өзчевит. Осы уақытқа дейін түрік елінде нөмірі 1 актерға айналып үлгерді. Әлем бойынша оның жанкүйерлері өте көп. Оны рейтингі жоғары жобаларға түсуге жиі шақырады. Өткен жылы Бурак Өзчевит әке атанған болады. Фелиз Ахмет. Өте талантты актриса, бірақ түсірілімдері өте аз. Ол жиі екінші пландағы рөлдерді сомдайды. Соңғы түскен жобаларында рейтингі төмен болған соң сәтсіз деп танылған. Нур Феттахоглу. Жеке өмірі мен мәнсабінде барлығы да жақсы. Күйеуі мен қызы бар. Өте сәтті жобаларда, сериалдарды түсіп жүр. Сыртқы келбеті де онша өзгере қоймаған. Селма Эргеч. Бұл өнер иесі өзінің көрермендерін түрлі жұмыстарымен қуантып жүр. Түрлі жанрдағы, оның ішінде 2018 жылы вампирлер туралы сериалға түскен. Одан бөлек түрлі жарнамаларға түсуге шақырту алады.